Сәлем достар, бүгінгі тақырып әйел жыныс жүйесі жатыр туралы айтатын боламын. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Әйел жыныс жүйесіне аналық без, жатыр ішіндегі 3 түрлі процесс, қынап, сүт безі жатады. Бәріне жеке тоқталатын боламыз. Біріншісі аналық без. Аналық без аналық жыныс безінің 2 беті, жоғарғы беті бар, түтігі, төменгі жатыр ұшы, артқы ерні, алдыңғы шарбы, шеті бар. Ана бездің түтік ұшына жатыр түтігінің шашағы келіп бірігеді. Аналық бездің 2 түрлі қабаты бар, милы және де қыртысты. Милы қабаты ол қан тамырлар мен жүйкеге байланысты, ал қыртысты қабаты фолликулалар бар дәнекерлі ұлпадан тұрады. Жетілген ана без түйіншелер немесе граф көпіршігі дәнекер ұлпалық қабықтан, жұмыртқа жасушалы төмпешіктен және денеше сұйықтығынан тұрады. Әйел адамда прогестерон, эстрадиол гормоны дамыған. Жатыр бұлшықетті мүше, кіші жамбас астындағы уық пен тік ішектің арасында орналасқан. Жатырда ұрық дамып өседі. Жатырдың пішіні омыртқа ұқсаған, оның денесі, түбі, мойыны бар. Жатырдың қабырғасы 3 түрлі қабаттан тұрады: эндометрий, миометрий және де периметрий. Жатырдың ішіндегі процесті 3 сатыға бөлеміз. Еттек менструация 3-5 күнге дейін созылады. Жатырдың ішіндегі қылтамырлар бөлініп, 30-50 мм қан бөлінеді. Екіншісі еттеккірден кейінгі саты, яғни 12-14 күн қылтамырлар бітеліп, жатыр іші тазарады. Үшіншісі еттеккір алсатысы, 12 күн шышты қабатқа витаминдер, ақуыздар, минералдық заттар жиналады. Келесі қынап, ұзындығы 7-10 см, ол 3 қабаттан тұрады. Ішкі шышты қабатында көлденең қатпарлары бар, ал ортаңғы қабатында бірыңғай сағалы бұлшық еттен тұрады. Және де келесі элемент сүт безі, ол жұп без. Даму сатысында тері бездеріне ұқсап дамиды, атқаратын қызметі жыныс мүшелерімен байланысты. Осымен достар, сабақ аяқталды. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.